Кешіріңіз. Сіздің бойыңыздан қатерлі ісік анықталды. Бұғанға дейін дәрігерге қаралған бедіңіз? Уақытында неге бармағансыз? Уақытында неге бармағансыз? Ауруымыз асқынып, дерт меңдегенде ғана болмаса, көпшілігіміз дәрігерге барып, денсаулығымызды тексертпейміз. Бас ауырса да, іш ауырса да өздігімізден ем-дом жасап, емханадан қашамыз. Ал ақ халаттылар мұндайды дереу тоқтату керектігін айтып, дабыл қағып жатыр. Себебі біз өмір сүріп жатқан күйзеліс көп, экологиялық жағдайда көп дерттің соңы онкологиялық аурумен аяқталуы әбден мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен халықаралық онкологиялық зерттеу агенттігінің 2024 жылдың 1 ақпанында жариялаған ресми мәліметіне жүгінсек, әлемде жыл сайын 20 миллион адам аты жаман ауруға шалдығып, 10 миллионға жуығы қайтыс болады екен. Өлім-жітім көрсеткіші бойынша алдыңғы орындарда өкпе обыры, тоқ-ішек, сүт безі, жатыр мойны және асқазан қатерлі ісігі тұр. Бұл тажал біздің елге де оңай тиіп тұрған жоқ. Бүгінгі таңда 242 мыңнан астам онкологиялық науқас динамикалық бақылауда тұр. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұл көрсеткіш Ұлытау облысы халқы санымен пара-пар. Жыл сайын 41 мың адамнан аса жаңа онкологиялық ауру табылады. Оның ішінде жаңағы сүт безі онкологиялық ауруы бірінші орында тұр. Қазіргі таңда жыл сайын 5500-ден астам жаңағы әйел азаматтарында осы сүт безі ісігі анықталады. Бұның жылдан жылға өсіп келе жатқан қазір бақылап отырмыз. Жастар арасында гинекологиялық жаңағы аурулар, ісіктері бар. Және де мынау қан ауруы ісік жиі кездеседі. Сондықтан да халыққа айтатын нәрсем ол жаңағы біздің мемлекетімізде 3 скрининг қазір бағдарлама бар. Сол бағдарламаға шақыртқан уақытысында барып тексерілу өте маңызды. Аты жаман ауру көбіне жасырын түрде ешқандай симптомсыз басталатын көрінеді. Әдетте біз елемейтін болар болмас түйін, безеу іспетті жара, арқа құрысу, тәбет жоғалу сияқты күнделікті бойымыздан өтіп жататын процестер обырдың бастауы болуы да бек мүмкін. Онкологтар қатерлі ісіктің қай түрі болса да алғашқы сатысында анықтау, науқастың дерттен жылдам айығып, аяққа тұрып кетуіне көп септігін тигізеді дейді. Қанға түссе құр сүлдерін қалғанша құрдымға сүйрей беретін тажал заман озған сайын ауыздықталып жатыр дегенмен, жеті басты аждаһадай жас пен кәрі деп қарамай жолындағысын жалмап келеді. Жетісу облысы бойынша бізде қазір бірінші орында сүт безі обыры тұр. Былтырғы жылмен салыстырғанда былтыр 12 айда 1354 адам учетқа алынған болатын болса, тіркеуге алынған болатын болса, онда қазір 9 айдың өзінде 1000-нан асқан адам, жаңағы әйел адамдарды біз тіркеуге алдық. 5 жыл, 10 жыл есебінде қарастыратын болсақ, онда жыл сайын 2-3%-ға жаңағы науқастардың саны көбеюде. Ол енді былай 1-2% деген кезде көп емес сияқты көрінеді жалпы. Бірақ адам санына шаққан кезде бұл өте жоғары көрсеткіш. Жетісу облысына қарасты Сарқан қаласының тұрғыны Мира Мусина облыс орталығындағы онкологиялық диспансерде ем алып жатқан науқастардың ең үлкені. 82-ге келген кейуана 30 жасында жабысқан обырға бой бермей күресіп жатыр. Онколог дәрігерлер бір адамның бойынан 2 қатерлі ісік сирек кездесетінін айтса, қариядан 3 бірдей ісік, 2 омырауы мен тік ішегінен анықталған. Вообще, я была очень здоровым человеком. Менің денсаулығым өте жақсы еді. Міне көріп тұрсыздар, осылай болып қалды. Мен халыққа өз денсаулықтарыңызға мұқият болыңыздаршы деп айтқым келеді. Сіздер білесіздер ме, біз алғаш осы жерге келгенде адамның көптігінен дәлізде жүру мүмкін болмады. Бұл біздің өңірде онкологиялық аурумен ауыратындардың көптігін көрсетеді. Тексеруден өтіңдер деп айтып жатады. Біз соны елемей осылай асқындырып аламыз. Балаларым өте ауыр қабылдады, бірақ қиын күндердің бәрі артта қалады. Бұл да өтеді деген сенімдемін. Тяжело. Всем тяжело. Ну ничего, сейчас надеемся, что все пройдет. Бүкіл әлем күресіп жатқан бұл дерт қайдан, қалай пайда болады дейміз ғой.
бұл сұрақты біз де мамандарға қойдық. Тамыршыдай тап басып нақты себебін ешкім айта алмайды. Оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Өзгесін айтпағанда, обыр қатты ашуланып терең күйзеліске түсіп кетсеңіз де оянып кетуі мүмкін. Адамға ген арқылы беріледі дегенді де дәрігерлер жоққа шығармайды. Ал аурудың жасарып кетуін мамандар тікелей экология мен дұрыс тамақтанбаудан деп топшылайды. Шетелдік The Lancet медициналық журналына жарияланған зерттеулерде әлем ғалымдары 2050 жылға қарай жыл сайын шамамен 30 миллионның үстінде адамнан қатерлік ісік анықталуы мүмкін. Көз жұмушылар саны 18 миллионнан асады. Ең көп зардап шегетіндер табысы төмен елдер деп болжануда. Жетісу облыстық онкологиялық орталықта күніне жоспар бойынша 5-6 ота жасалады. Дәл қазір асқазан қатерлі ісігіне ота жасалуда. Бұл операциялық үлкен зал екен, ал кіші залда қатар өтіп жатқан сүт безі обырына ота жасалуда. Мамандар бұған дейін сүт безі обырына 50-60 жастағы әйел адамдар шалдығатын болса, қазір бұл аурудың түрі жасарған. Қорқыныштысы сол 20 жастағы қыздарда сүт безі обырына шалдығып жатыр. Ол Қазақстанда ең жоғарғы көрсеткіш көрсетіп тұрған қатерлі ісіктің бірі. Онкологтар салыстырмалы түрде ерлерге қарағанда қатерлі ісікке әйел адамдардың шалдығуы көп екенін алға тартады. Алайда адам бойынан ісіктің анықталғаны өлімнің үкімі деген сөз емес. Ғылым өркендеп, технологиялар дамып жатқан заманда дерттен жазылып жатқандардың да қатары көбеюде. Жетісу облысының орталығында 3 жылдан бері бауыр, жатыр мойны, қалқанша без, бас ми қатерлі ісіктеріне химиоэмболизация әдісі қолданылып келеді. Ерекшелігі химиотерапияны жалпы ағзаға емес, тікелей ісікке беруде. Науқас 45 жаста, сол жақ сүт безінің қатерлі ісігі 3-ші сатысы. Операцияның алдында бұл науқасқа 8 курс химиотерапия жүргізілген болатын. Протокол бойынша жаңағы сүт безінің емі кезінде кейбір асқынған түрлі ісіктің түрінде бірінші химиотерапия жүргізіп барып, кейін операцияға аламыз. Операцияның ұзақтығы енді ісіктің орналасуына қарай, аурудың асқынуына қарай орташа есеппен 1 сағат, 1,5 сағат көлемінде болады. Ең ұзақ тұрған операциялар 3 сағатқа шейін созылады кей кездері. Сүт безінің жаңағы асқынған түрі кезінде. ICG деген жаңағы индоцианин препаратын қолдана отырып, орган сақтап қалатын операциялар болады. Енді бұл науқасқа ондай операция жасалынбайды. Себебі стадиясы жоғары, 3-ші сатысы болғаннан кейін, одан кейін асқынған түрі. Сол себепті біз ол аппаратты қолданып, сүт безін сақтап қалмаймыз бұл жерде. Қазақстандық және бүкіл әлемдік стандарттар бойынша сүт безін толықтай аламыз. Және операцияның стандартына сүт безімен қоса қолтық асты бездері, жауырын асты бездері, бұған асты бездері толықтай алынып тазалану керек. Қазақтың қайсар қызы атанып кеткен Қайшакерей 7 жыл бұрын бұл дертпен бетпе-бет келіп, өлім мен өмірдің, үрей мен үміттің ортасында жүріп, жаман ауруды жеңген адам. Небары 28 жасында бойынан қатерлі ісік анықталып, бармаған жері, қақпаған есігі қалмайды. Әке мен ана аманатын арқалап атамекенге табан тіреген кезде омырауынан табылған обыр сол сәтте қаршадай қызға қатты соққы болады. Басында мен қатты налыдым, шынымды айтсам. Неге жер бетіндегі 7 миллиард адамның ішінен именно мен деп. Мен даже бақыт көріп үлгерген жоқпын өмірден деген сияқты. Тым жаспын ғой. Мен шетте туған қазақпын. Елім деп мен 15 жасымда келдім, жалғыз жүрдім. Әкем 3 жасымда қайтып кетті. Өзімнің жолдасыма 10 жыл жүріп тұрмысқа шықтым. Екеуміз 2 мемлекетте тұрғандықтан күтуге тура келді. Оның жұмысы менің оқуымды деген сияқты. Қалай бұлай деп сөйтіп. Осы жақта 1-ші стадия деген, одан кейін 2-ші рет Астанада қаралғанда 2-ші стадия деп айтқан. Түркияда маған 3-ші стадияның соңы деп айтты. Құмсағат дүние бірақ сәтте төңкеріліп түскенде қызылды жасылды қызықтың бәрінен адыра қалып, айналадан жырақтау жаман аурудан құтылудың жолы емес екенін Қайша бірден түсінген. Ол кезде қаржысы да танысы да жоқ ол тәуекел етіп Түркияға барып ем іздейді. Ол жақтағы онкологиялық емханалардың біріне қаралып 6 химиотерапия, 25 сәулелік ем қабылдап ота жасатады.
Осының бәрі айтуға жеңіл болғанмен, оның қандай қиын екенін қатерлі ісікпен күрескен адам ғана ұғынады. Өмірге деген құлшыныспен ауруды жеңемін деген сенімділікті жоғалтпаған жан ғана бұл майданнан аман шығады. Мынандай ұзын шашым болды, соны осылай қидым. Солай қиғаннан кейін бірінші химиядан кейін бүйтіп ұстағанда қолыма түсті. Менде тоже сондай сезім болды, жылайтын жыламайтынды білмей. Енді тақыр болып қала ма деп ойладым. Сөйтіп өзім барып қырғызып тастадым шашымды. Жылаған жоқпын. Керісінше менің шашымды алып тұрған түрік қыз қатты жылады. Сосын мен айттым, жалмаңыз, мен өліп қалған жоқпын ғой. Аман болса басым дейді қазақтар, қайта шығар шашым. Сіздерде түріктерде бар ма сондай? Мен де бір күні шашым әдемі болып шығатын шығар деп. Соның шашым шыққан кезде бұйра болып, сондай қалың болып шықты да. Өз әр нәрсенің қайыры бар менің айтатыным. Тек қана осыны маған Алла жіберді, мен өлсін деп жіберді. Біздікілер солай турасынан қабылдайды. Өлсін деп емес, екіге бөлінеді адам деп тұрмын ғой. Өлмеймін, тірі боламын. Аллах осының артынан маған не қилы бір керемет дүниелер дайындап қойды деп ойлайды. Бірақ біз сенбейміз. Екінші адамдар тастайды, болды. Мынаны ішіңізші десе ішпейді, жеңізші десе жемейді. Бәрімен жаңағы ренжіседі, өзімнің кінәлайды, ананы кінәлайды. Сөйтіп көп адам өмірден өтіп кетіп жатады. Оны дәрігерге уақытында қаралмайды. Табандылығы мен өжеттілігінің әрі дәрігерлердің қойған шартын бұлжытпай орындағанның арқасында Қайша қатерлі ісіктен құлан таза айыққан. Қазір денсаулығы толық қалыпқа келген. Алыс жақын шетелдермен тығыз бизнестік байланыс орнатып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Әлі де саулығына сақ қарап, мамандар бақылауына үнемі барып тұрады. Аты жаман ауру қорқыныш пен үрейге берілген адамның бойына тез тарап, қан арқылы сау органының бәрін зақымдайтынын дәрігерлер жиі айтады. Онымен бетпе-бет келгендерден тәуекел етіп тас жұтқандар ғана тоқтаусыз күрес арқылы тажалдың тамырын қия алады. Жетісу облыстық онкологиялық орталықта ота жасатқан алматылық Баян Базарқұлова: басыма түскен сынаққа сынбау үшін әр сәтімді көңілді өткіземін. Мен солай күресіп жатырмын дейді. Бірінші диагноз қойған кезде кішкене көңіл күйім кішкене не болды да, содан кейін уже врачтарға емделіп қойғаннан кейін өз көңіл күйімді, менде бұл ауру жоқ, менде бәрі жақсы деген көңіл күймен қабылдадым. Химиотерапияның әсері жақсы, жеңіл қабылдадым мінезіме қарай. Бүйтіп ауырып жатып қалған жоқпын, Аллаға шүкір. 6 химиотерапия алдым, сол 6 химиотерапия жинады. Химиотерапияны алған сайын менің күш қуатым күшейе бастады. Бірнеше жыл дертпен алысып аяққа тұрған жанның бірі Талдықорғандық Гүлзира Байсалова. Жасы 38-де. Өздігінен ем ала жүріп уақыт оздырып алған. Онкологиялық тексеруден кейін оған сүт безінен тараған у, бүкіл сүйекке және өкпеге өтіп кеткен обырдың 4-ші сатысы деген диагноз қойылады. Ол кезде Гүлзира отырудан, жүруден қалған. Дұрыс ем мен ішкі күш ағзаларды бірінен кейін бірін іріте бастаған ісікті тоқтатып, аз уақытта баяғы бақытты күндермен қайта қауыштырған. Өте ауыр болды. Бірақ сене алмадым. Бірақ енді көнуге тура келді. Содан көніп, ары қарай ем алам. Ары қарай енді жүрегімді құртып алмайын, қолымда бар денсаулықпен осымен күресейін деген ой болды. Былай шауып жүрген адам, өте активная болғам. Жатып қалған өте ауыр болды. Мүлдем қозғалмай жатып қалдым ғой, даже мойным бұрылмайтын. Сол жатып қалғаныма өкіндім, намыстандым, ауырғаным. 8 химия алдым. 4 химиядан кейін өкпе тазарды деп айтты. Бірінші Алла, одан жолдасыма рахмет. Күні түні қасымнан шықпады. 8 химияда да жанымда жатты. Кейде болды, может тыныш қана кетіп қалсам деген ой болды. Бірақ 2 баламды и жолдасымның еңбегін ойладым. Осынша жүгіріп жүргенде мен неге тұрмасқа деп. Сон дәрігерлердің айтқанын бұлжытпай орындадым. Республика бойынша қатерлі ісіктің 2025 жылғы өлім жітім көрсеткіші: өкпе обыры 15,4%, асқазан обыры 11,6%, тік ішектің қатерлі ісігі 11%, сүт безі ісігі 8%, ұйқы безі обыры 6,2%.
Әттең-айы әлемдік тенденцияға айналған бұл ауруды емдеуде Қазақстанға қолбайлау болып отырған мәселе маман тапшылығы. Сала басшылары республика бойынша 60 онколог-радиологтың жетіспеушілігін айтады. Сондай-ақ патоморфологиялық, иммуногистохимиялық және молекулалық генетикалық зертханалардың өте аздығы. Мәселен, молекулалық генетикалық зерттеулер елімізде тек 5 қалада ғана жасалады екен. Бір қуанарлығы Алматы қаласындағы ядролық физика институтында қатерлі ісікке қарсы препарат әзірлеп шығаратын зертхана жұмыс істеп тұр. Дертке дауа болар дәрі әзірше Алматы, Астана, Шымкент, Семей қалаларына ғана тапсырыс арқылы тасымалданады. Келер жылы бұл тізімге Қызылорда, Қарағанды, Өскемен қосылады. Өндірушілердің айтуынша препараттарды қатерлі ісіктің кез келген сатысындағы науқастарға қолдануға болады. Бізде қазір өндіріп жатқан 3 радиофарм препарат бар. 3 радиоизотоптың негізінде деп атайық. Ол жаңа фтор-18. Оның басты мақсаты онкологиялық аурулардың алдын алу, яғни диагностикасы, ерте диагностикасы. Екіншісі ол молибден техниясы генераторы. Бұл онкологиялық аурулардың алдын алудан қосымша жүрек тамыр ауруларын емдеуге қосымша қажет дәрмек. Және үшіншісі ол йод 131 радиоизотоптың негізінде құрылған. Оны қалқанша безді емдеу үшін қажетті радиофарм препарат өндіріп жатырмыз. Кәдімгі фармацевтикадан айырмашылығы радиофарм препараттың жартылай ыдырау периоды деп аталады. Мысалы, фтор-18-дің жартылай ыдырау уақыты 109 минут. Пайдалы жұмыс істеу уақыты 8 сағат қана. Яғни 8 сағатта жеткізуге қажет. Ақтауға мәселен ұшақтың өзі таза 3 сағат 30 минут шығады. Ол алдымен осында өндіріске кем дегенде 1 сағат келеді. Яғни жаңағы 1 сағаттың ішінде өндіріп болғаннан кейін біз оны жарты сағаттың ішінде әуежайға жеткіземіз. Ұшақ ұшар алдынан жеткіземіз. Ол жерде кем дегенде тағы да 1 сағат уақыт жолтады. 3,5 сағат ұшады, қонғаннан кейін тағы да кем дегенде 1 сағатта жаңа қажет жерге өңгізеді. Елімізде орта есеппен сүт безі обырынан жыл сайын 1200 әйелге дейін көз жұмады. Дертке шалдығуда өсім болғанымен көңілге медеу боларлығы, жалпы өлім жітім көрсеткішінің деңгейі жыл санап төмендеп келеді. Статистика бойынша өткен жылдың 8 айының қорытындысы бойынша 8144 адам қатерлі ісіктен қайтыс болса, биыл осы аралықта 7957 адамға азайған. Қатерлі ісіктің қиындығын мойымай жеңіп шығып 91 жасында дүниеден өткен америкалық жазушы Луиза Хей: "Мен қиындықты түзетуге тырыспаймын. Мен ойымды түзеймін. Сонда қиындық өздігінше реттеледі" деген екен. Өмірге деген құлшыныс пен үміт үзілмесін.